Сәлем достар, бүгін бізде екінші параграф квадрат түбір. Сіздер жаңа теореманы оқып жатырсыздар, жаңа тақырыпқа келдіңіздер. Квадрат түбір дегеніміз қысқаша түсіндіріп өтейін, арифметикалық квадрат түбір дегенді өттіңіздер. Яғни арифметикалық квадрат түбір дегеніміз квадраттың астында міндетті түрде оң санның түбірі, квадраттық түбірі міндетті түрде оң сан болады деген сөз. Яғни ол не дегеніміз? Мысалға сіздер білесіздер, мысалға 4 деген санның түбірі мысалға 2 де болуы мүмкін, -2 де болуы мүмкін, солай ғой. Себебі -2-ні квадраттасақ та 4 болады, 2-ні квадраттасақ та 4 болады. Бұл квадраттық түбір. Енді біздің бүгінгі өтіп жатырған тақырыбымыз арифметикалық квадраттық түбір. Арифметикалық квадраттық түбірде тек қана мына 4-тің түбірі тек қана плюс 2-ге ғана тең болады. -2-ге тең бола алмайды. Неге? Себебі арифметикалық квадраттық түбірде а тең болады б квадрат, яғни бұл кері айнымал ғой, түбірге кері айнымал бізде квадрат. Бұл орындалады қай жағдайда? А 0-ден үлкен болған жағдайда және б 0-ден үлкен болған жағдайда. Үлкен немесе тең 0 бола алады. 0-дің түбірі 0. Оны білесіздер. Яғни тағы да қайталаймыз, түбір астындағы сан міндетті түрде 0-ге тең немесе жоғары болу керек, және одан шыққан сан міндетті түрде 0-ге тең немесе одан жоғары болу керек. Түсінікті. Енді ары қарай есептің барысында көреміз. Қараңыздар, бірінші есеп. Төмендегі теңдіктер ақиқат па дейді. Бірінші бізде түбір астында 81 тең 9 деп тұр. Ақиқат па? Тексереміз. Түбір астында тұрған сан оң сан, одан шыққан сан оң сан. Ақиқат. Келесі 0,64. Түбір астында тұрған сан оң сан, одан шыққан сан оң сан. Ақиқат. Келесі мынауда да оң сан шықты, оның түбірі оң сан шықты. Ақиқат. Түбір астындағы сан оң сан, оның жауабы тоже оң сан шықты. Яғни бұның төртеуі де ақиқат екен. Келесі 2-де 2-ні дәл осылай тексерейік. Біріншісі түбір астында 0,49. Ол бізде 0,7 шығып тұр дейді. Ақиқат па? Ақиқат. Себебі түбір астында да оң сан тұр, оның жауабы да оң сан шықты бізде. Келесі 0,0036 тең болады 0,06-ға. Ақиқат па? Бұл да ақиқат. Түбір астындағы сан 0-ден үлкен, шыққан сан да 0-ден үлкен. Үшінші 6,4-тен 1, 2,2-ден 1 шықты. Ақиқат па? Әрине ақиқат. Төртінші соңғысы түбір асты 121 бөлу 25, 2,5-тен 1. Түбір астында да оң сан, жауабы да оң сан шықты. Ақиқат па? Әрине ақиқат. Түсінікті болып жатыр деп ойлаймын, достар. Есеп негізі өте оңай есеп, өте қызықты есеп. Ең бастысы міндетті түрде жаттайтын нәрселеріңіз. Түбір астындағы сан міндетті түрде оң сан болу керек. Және шыққан сан міндетті түрде оң сан болу керек. Түбір астында тағы бір айта кететін нәрсе, мына жерде мына формулаға мән береміз. Түбір астында сан либо 0-ге тең болу керек, либо 0-ден үлкен болу керек. Түбір астында -2 деген болмайды. Мына жерде жауап жоқ. -2. Түбір астында -3 деген болмайды. Жауап жоқ. Түбір астында 2 деген болуы мүмкін. Түбір астында 3 деген болуы мүмкін. Любой сан. Любой кез келген, яғни түбір астында -а деген болмайды. Жарайды ма? Келесі 2-де 3-ші есеп. Натурал сандар квадраттарының кестесін пайдаланып берілген түбірлердің мәнін табыңдар дейді. Ол үшін біз бірінші жазып алайық. Түбір астында 169, 196, 256, 324, 361, 444, 441, 529, 576. Бұларды енді әрине калькулятормен де есептеуге болады. Бірақ сіздерде кітаптың соңында кесте берілген, именно сол кестемен табыңдар дейді. Сол кестемен қалай жұмыс жасау керек екенін қазір сіздерге көрсететін боламын. 289. Қараңыздар, мына түбір астында 169, бірінші. Мінекей. Сіздерде мынадай кесте бар. Осы жерден 169 табамыз. Мына 169, мына жерде ондықтар деп тұр, бірліктер деп тұр. Яғни не деген сөз? Бірінші мынадан бастаймыз. 13, яғни 169-ның түбірі 13. Жазамыз. 13.
Келесі 196. Дәл солай, міне 196. 14. 14. 256. Міне 256. 16. Өте оңай, 16. 324. Мінеке 324. 18. Келесі 361. Мінеке 361. 19. 19. 441. Міне 441. 2. 1. Яғни 21. 529. Мінеке 23. 576. Мінеке 24. Яғни сіздер осындай квадраттық түбір беріліп тұрса, мынандай сандар болып жатырса, сіздер оның квадратын кестемен қарай аласыздар. 625, 25. 676. Мінеке 26. Енді 1/121 дейді. Бұны былай қарай аламыз. 121-ді іздейік. Міне 121 ғой. Оның түбірі 121-дің түбірі 11. Ал бізде 1/121 деп тұр. Значит, ол 1/1 деп аламыз. 2/189, 289 деп қараймыз. Мінекей 17. Значит, біз 289-ның түбірі 1/7 деп аламыз. Так, түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі 2/4 есеп. Квадрат түбірдің анықтамасын пайдаланып, мына өрнектердің мәнін табыңдар дейді. Бірінші 0,0001. Так, бізде түбірдің астына оң сан тұр ма? Оң сан дұрыс. Жауабы бізде 0,01 болады деп. Болады ау деп. Калькулятормен шығара салуға да болады. Қарап тексеріп жіберейік. 0,0030, иә, бізде 0,1-дің түбірі, иә, 0,100-ден екен, дұрыс. Так, бізде оң сан шықты, иә, міндетті түрде оң сан шығады деп. Екіншісі, түбірасында -12-ның квадраты. Так, бұл жерде енді сақ боламыз. Қараңыздар, жаңа мен сіздерге айттым, түбірасындағы сан никогда минус сан болмайды деп. Сіздер айтуларыңыз мүмкін, мына жерде минус сан тұр ғой деп. Жоқ, бұл жерде минус санның квадраты тұр. Біз білеміз, минус санның квадраты әрқашан оң сан болады, иә? Сондықтан бірінші біз мына -12-ні квадрат аламыз. -12-ның квадраты неше? Плюс 144. Так, енді түбірасында оң сан қалды ма? Иә, оң сан шықты. 144-дің түбірі плюс 12. Так, түсінікті болды деп ойлаймын. Мына жерде мынандай негізі формула бар, иә? Түбірасында а-ның квадраты а-ның өзіне тең болады деген формула бар. Бұл орындалады. Тек қана мына а оң болған жағдайда аға ғана тең болады. Түбірасында минус а-ның квадраты ол аға тең болады. Яғни әрқашан оң сан шығады астынан. Яғни мына минус 12-ның квадраты 144, оның түбірі плюс 12 шығады. Минус 12 емес, плюс 12 шығады. Түсінікті ғой, иә? Үшінші, минус 27 көбейту минус 3. Бұл жерде де сіз айтуыңыз мүмкін, түбірасында минус сан тұр ғой. Иә, түбірасында минус сан тұр. Бірақ біз мына амалды орындап жіберсек, минус пен минус көбейтілгенде не болады? Плюс болады. Ал түбірдің алдында минус сан тұр. Мына минус түбірдің сыртында тұрса, достар, ол влиять етпейді. Түбірдің сыртында тұрса, влиять етпейді. Түбірге қатысы жоқ. Мына минусты тек жазып қоямыз. Түбірасында бірінші шығарып аламыз. Минус 27-ні минус 3-ке көбейтсек неше болады? Плюс 81 болады, иә? Мына минусты қалдырмаймыз, жазамыз. 81-дің түбіріне плюс 9. Плюс 9. Сонда бізде жауабы, мына алдындағы минусымен минус 9 шықты. Түсінікті ғой. Минус түбірдің сыртында тұрса, одан қорқпайсыздар. Минусты тек жазып қоясыздар, ол түбірдің ішіне влиять етпейді. Так, төртінші. 3 көбейту 2/125 плюс 5 дейді. Так, мына 3 көбейтуді жазып аламын бірінші. 2/125-дің түбірі, по-моему, 15, иә. 1/15 шығады, плюс 1/15 достар. Плюс 5. Так, 1/15-ті 3-ке көбейтемін. 1/15-ті көбейтемін 3-ке. 4/15. Оған 5-ті қосамын. 9/15. Мінекей, өте оңай есеп. Егер сұрақтарыңыз болып жатырса, бір жерде түсінбей жатырсаңыздар, міндетті түрде маған
комментарийға жазып кетіңіздер. Жазған кезде минутын секундын көрсетіп, мына жер қалай болды, мен түсінбей қалдым деп жазсаңыздар, иә, маған нақты именно қай жер түсінбей тұрғаныңызды мен сол кезде білем. Так, келесі 2/5 а үлкен немесе тең 2 болғанда мына өрнек теңдігінің дұрыстығын түсіндіріңдер дейді. Жарайды, біз мысалмен түсіндірейік, бұны. А үлкен немесе тең деп тұр ғой, бірінші А тең 2 деп ала салайықшы, жарайды. Бізде либо үлкен, либо тең деп тұр. Біз теңнен бастайық. А 2-ке тең болсын, жарайды. Түбірасына А-ның орнына 2-ні қойық. 2 минус 2-ның квадраты тең болады. А-ның орнына 2-ні қойық. 2 минус 2. Так, мына жерде не болды? 0. 0-дің квадраты 0. Түбірасында 0. Тең болады, мына жерде 0 шықты. 0-дің түбірі 0. 0 тең 0. Шықты ма? Шықты. Орындалды. Екінші. А мысалға 3-ке тең деп алайық, иә? Теңді қарадық, енді үлкен 2-ден үлкен, келесі 3 деген санды алайық, жарайды. А-ның орнына 3-ті қойық. 3 минус 2-ның квадраты. Мына жерге А-ның орнына 3-ті қойық. 3 минус 2. Мына жерде 1 болды, иә? 1-дің квадраты 1. Түбірасында 1. 3-тен 2-ні алсам 1. Түбірасында 1-дің, яғни түбірі 1-дің жауабы 1 ғой, иә? 1-дің түбірі 1. Яғни орындалды ғой? Иә, орындалды. Келесі мысалға А тең 5 деп алайық мысалға. Түбірасында А-ның орнына 5 қойық. 5 минус 2-ның квадраты тең болады 5 минус 2. Мына жерде неше? 3 па? 3-тің квадраты неше? 9. Тең болады 3. 9-ның түбірі 3 па? 3. Орындалды. Яғни любой санды қойып тексере беруге А-ның орнына қойып, мына теңдіктің тең болатын біз дәлелдеп бердік. Так, бұл бізде 2/5 болды, иә? Так, 2/6-ны көрейік. Берілген сан қандай екі тізбектей алынған натурал санның арасында орналасқан дейді. Жарайды, түсінікті. Біріншіден, натурал сан дегеніміз не еді? Естеріңізде ме? Бірінші тақырыпта мен түсіндіріп едім. Натурал сан дегеніміз санауға арналған сандар. 0-ден жоғары, иә? 1-ден басталады. 1, 2, 3, 4, 5, яғни санаймыз. 1 алма, 2 алма, 3 алма деген сияқты санауға арналған сандар. Так, енді түбір 7 деген біз бұл қай натурал сандардың арасына жатқан білу үшін біріншіден біз бұл түбір 7-ның түбірін табу керекпіз. Яғни 7-ның түбірі бізде 2,16-ға тең екен. Шамамен 2,16-ға тең. Яғни ол қай екі натуралдың арасында жатыр? 2-ден үлкен түбір астында 7 және 3 деген натурал сандардың арасында жатыр, иә? Яғни, тізбекпен былай алатын болсақ, мына жерде 2,16 бар десек, мына жақта не бар? Мына жақта 2 бар. Ең жақын натурал сан. Келесі не тұр? 3 тұр, иә? Значит, мына екеуінің арасында жатыр деген сөз. Түсінікті ғой? Келесі. Түбір 8 дейді. Түбір 8-ді табу үшін, тоже 8-дің түбірін қараймыз. 8-дің түбірі 2,18 дейді. 2,18. Бұл да дәл солай жатады. Мына мысалға 2,18-ді алатын болса, мына жағында не жатыр? 2 жатыр. Мына жақта не бар? 3 бар. Значит, ол 2 мен 3-тің арасында жатыр деген сөз. Үшінші. Түбір 23. Түбір 23. Так, 23-тің түбірі. 23-тің түбірі. 4,79. 4,18 деп алайық. Шамамен, иә? 4,18. Так, қарайық. 4,18 болса, мына жақта не бар? 4 бар. Мына жақта не бар? 5 бар. Значит, ол 4 пен 5-тің арасында жатыр деген сөз. 2 натурал, иә? И төртінші 227. 227. Так, көрейік. 227. 15,06 дейді. Шамамен 15 деп алайық. 15,1 дейікші жақсы. 15,1 деген салмайық қойын, мына тізбекке. Мына сол жағында не бар? 15 бар. Түбірі 227. Оң жағында келесі натурал сан қандай? 16. Өте оңай. Келесі 5-шісі. 2 плюс түбірі 14 дейді. Бір түрлі күрделі сияқты болып көрінеді, бірақ ешқандай қорықпайсыздар. Түбірі 14-ті табайық. 14-тің түбірі 3,17 шамамен. 2-ге 3,17-ні қоссам, шамамен 5,17 болады. Так, 5,17-дің сол жағында не бар? 5 бар. Мынаны жазып қойық. 2 плюс түбірі 14. Оң жағында не бар? Келесі сан 6 бар. Мінекей. Болды, өте оңай.